Қызылордада Қазақстан Халқы Ассамблеясы жастарының республикалық форумы басталды. Сыр елі достық мекені атты ауқымды шарада еліміздің әр өңірінен келген делегаттар аймақтың тарихи мәдени мұраларымен танысып, Байқоңыр ғарыш айлағына экскурсияға барады. Форумның алғашқы күні пленарлық жиын өтті. Достық пен бірлікті ту еткен ұйымның 30 жылдың бедерінде жеткен жетістіктері айтылды. Бүгінде әр салада еңбек етіп, еліміздің дамуына үлес қосып жүрген түрлі этнос өкілдерінің еңбегі жастарға дәріптелді. Облыс әкімі ассамблея өкілдерін құттықтап, мерейтой аясында аймақта жаңадан достық үйі бой көтеретінін жеткізді. Өзім мен ұстаз болып, әрине біздің программада бойынша біз Қорқыт ата туралы балаларға да айтамыз. Және де енді бүгін өзім осыған қол жеткізіп, үйіме барып, мен әрине аңыздарды тағы да көп біліп, өз бүлдіршіндеріме айтамын деп ойлаймын. Мұнан бөлек ассамблея жастары қаланың көрікті жерлерін аралап, ботаникалық саябаққа барды. Онда ағаш көшеттерін отырғызып, Таза Қазақстан эко-акциясына атсалысты. Ертең форумға қатысушылар Байқоңыр ғарыш айлағына аттанып, зымыранның ұшырылуына куә болады.